Көріңіздер және де хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Сәлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. 24 градусқа дейін аяз күтілуде. Қазгидромет синоптиктері мәліметі бойынша қарашаның екінші жартысында еліміздің бірнеше өңірінде ауа температурасы -24 градусқа дейін төмендеуі мүмкін деп хабарлайды. Алдағы күндері Қазақстанның көп бөлігінде жауын-шашын күтілуде. Оңтүстікте қаралы жаңбыр, ал оңтүстік және батыс өңірлерде қар мен боран болатын болжанып отыр. Елдің батыс аумағында жел күшейеді. Қараша айының ортасынан бастап елімізде антициклон әсер етеді. Суға массаларының енуі нәтижесінде республиканың солтүстік, орталық және шығыс аумақтарында термометр көрсеткіштері -15, -24 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Ал батыс және оңтүстік аумақтарда температура -3-15 градус аралығында болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақтарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.